Өмірде болған оқиғалар желісімен. Біз үйде төртеу едік. Ағам, мен, әкем және анам. Біз бақытты отбасы болдық, бірақ тек сол күнге дейін ғана. Біздің көршілер шулы отбасы болатын. Күнде ішіп келетін күйеуіне әйелінің ащы тілі араласып, айқай шу болып жататын. Бәрінен бұрын жалғыз ұлдарына обал. Қыстың күні талай далада қалып біздің үйді паналады. Ішер асы, киер киімі де болмай қалатын. Менімен жасты. 9-8 жастамыз. Сол кезде мәмпәси деген тас кәмпиттер хит болатын. Соны анамның сандығынан көрсетпей алып, сол балаға таситынмын. Жаным ашитын. Бір күні үйде анам екеуміз тамақ істеп жатқанбыз. Әкем жұмыстан әлі келмеген болатын. Ағам үйге жүгіріп келді. Мама, көрші аға әйелін тағы сабап жатыр. Жаңа қорадан балта алып бара жатқанын көрдім. Өзі мас. Анам илеп жатқан нанын тастай сала, қолын алжапқышына сүртіп жүгіре кетті. Апырая. Анам кетісімен шамамен 10 минуттан кейін әкем келді. Көрші үйдің баласы сол уақытта үйге еңіреп жүгіріп кірген еді. Бірдеңені сезген әкем дереу сол жаққа жүгірді. Бір кезде жан-жақтағы көрші қолаң бәрі шуласып кетті. Артынан полиция келіп әкемді ұстап әкетіп бара жатқанын көрдім. Баламыз ғой, көліктің артынан әке деп айқайлап жүгіргеніміз әлі есімде. Оқиға былай болған. Анам араша түспек болып барған. Көрші ағайдың қолындағы балтаға жармасқанда, ол мастықпен, әрі ашумен анамның қарақұсынан бір қояды. Шешем сол жерде тіл тартпай кетеді. Артынан әкем кіріп, болған жағдайды көзімен көрген соң, ашу ызамен көршіні пышақтап тастайды. Иә, бір күнде қос тіреуіңнен айырылу ең ауыр жаза болар бәлкім. Өмірі жоқтау естімеген бала жүрек, азнанған дауыстан одан сайын қарс айырылған еді. Анасының тамағын енді жей алмайтынын, даусын ести алмайтынын білгеннен артық қайғы жоқ шығар сірә. Ең сорақысы, біздің іздеушіміз болмады. Барлық туған туысқанымыз бізден бас тартты. Әкем жақ адам өлтірген адам біздің ұл емес. Одан туғанда бізге ешкім емес деп ат-тонын ала қашса, жалғыз нағашым, өзімнің 6 балам бар, бұларды асырай алмаймын деп уәжін айтты. Әкемді 15 жылға абақтыға жапқаннан кейін бізді балалар үйіне тапсырды. Сол кезде ағалық қамқорлықтың қадірін сезінген кездер еді. Ағам менен бір ел аттамады. Екеумізді екке бөледі-ау деген қорқыныш маза бермеді. Бауырмалдылықты сөйтіп сезіндім. Ерте есейдік, мықты болдық, көпті үйрендік, сөйтіп жүріп, 18-ге толып, бірімізден кейін біріміз балалар үйінен де кеттік. Алғашында қиын болды, бірақ кейін ағам ескі ғимаратты жалға алып, өз шеберханасын ашты. Мен тігінші болдым. Түнімен, күнімен көз ілмей, әр талшық жіппен әр қиқым ағашты үнемдедік. Түрлі бұйымдар, әшекей, ұлттық киім жасадық. Біртіндеп көтеріле бастадық. Жағдайымыз жақсарып пәтер алдық. Артынан көлік, тағысын тағы. Басында бастағанда екеу едік, бірақ кейін туысқандарымыз пайда бола бастады. Ақшаның құдіретін сонда ғана түсіндік.
Әкеміз де түрмеден шықты. Бәрі өз орнына келді-ау деп едік. Алайда мен бізге тапсырса келетін делдал жігітке ғашық болып қалдым. Оны алғаш көргенде жүзі сондай таныс әрі жылы көрінді. Оның үстіне сымбатты жігіт болған соң бірден ұнатып қалдым. Ол алғаш болып сөз айтты. Сөйтіп, өмірімде сезінбеген бақытты күндерім өтіп жатты. Біз бір-бірімізді құлай сүйдік. Жүріп жүргенімізге 5 жыл өткен соң ол маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Мен келістім. Оның әкесі қайтыс болған, шешесі ғана бар екен. Менде керісінше еді. Сөйтіп, біз үйдегілерге ескертіп, сырға салатын күнді де белгіледік. Міне, сол күнде келіп жетті. Есік қоңырауы басылып, мен есікті ашып, үйге жүзі таныс әйел кіріп келді. Ол да маған қарап сәл кідіріп қалды. Артымнан әкем келіп, түрі бұзылып кетті. Сол кезде жүрегім қылп ете түсті. Ары қарай айқай шу, дау, қалғаны есімде жоқ. Мен есімнен танып қалдым. Өмір қандай қатыгез, қанша жерден мойындағың келмесе де шындық сол болатын. Ол сол баяғы көрші әйел. Ал менің сүйгенім бала кезде анамның мәмпәсиін бөліп жеген көрші бала еді. Ағам мен әкем онымен ат құйрығын үзбесең бізді ұмытасың деп шарт қойды. Бірақ бәрі кеш болатын. Менің сол кезде аяғым ауыр еді. Екеуміз құпия кездесіп қашып кетпекші болдық. Бірақ ағам бізді ұстап алды. Мені өлімші етіп сабап, айтпаған сөзі қалмады. Сөйтіп, баламды түсіріп алдым. Сол кезде маған қолдау көрсеткеннің орнына ағам анамызды өлтіріп, бізді балалық шақтан айырған жанның ұлынан көтерген баланы тумай өлгені жақсы деді. Бұл сөздер қалай сүйектен өтетінін білсеңіздер ғой. Оның әкесі жалмауыз болса да, ол менің бауыр етім балам емес пе? Қазір мен үшін өмірдің қызығы жоқ. Әуел бастан маңдайыма жазылғаны осы болса керек. Менің жасым қазір 40-та. Ағам жол апатынан қайтыс болды. Ал әкем ішіп қаңғыбас болып кеткен. Оның қайда екені беймәлім. Ал бұрынғы сүйген жаным қазір отбасылы. Балалы шағалы, бірақ жиі арақ ішіп, үйге мас болып келеді екен. Мүмкін бұл өмір, мүмкін тағдыр, Алланың сынағы да. Кейде ойлаймын, егер сол құрғыр арақ болмағанда ше деп. Бәрі тек өзгермейтін өткен шақ.